Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Ұстаз Тайм каналы. Бүгін сіздерге квест ойынының жасалу жолдарымен бөлісетін боламын. Әдеттегідей бізге Google іздеу сайты қажет. Google сайт іздеу батырмасына joteka.com программасымен бөлісетін боламын. Программамен жұмыс жасамас бұрын ең алдымен бізге тіркелу қажет. Войти батырмасына кіріп, егер сіздердің Google почта аккаунттарыңыз болса, сол арқылы кіруге болады. Егер Google аккаунт пошталарыңыз болмаса, регистрация бөлімінен жолдарымен кіруге болады. Яғни менде Google аккаунтым бар, сондықтан Google аккаунт поштасының көмегімен кіретін боламын. Біз кірдік, біздің өзіміздің жеке кабинетіміз дайын болды. Осы бетте сол жақ бетіне қарасаңыздар, меню тұрады. Менюдің төменгі жағына создать занятие батырмасына барамыз. Бұл Joteka программасының өзінің мүмкіндіктерін бөлісіп тұр. Яғни төмен қарап түссек видео жасауға болады, викторина, термин, играларын, ойындарын жасауға болады. Яғни мен сіздермен бүгін квест ойынын бөлісетін болғандықтан, образовательная игра квест галочкасын таңдаймыз, далее батырмасын басатын боламыз. Басқаннан кейін бізде осындай әртүрлі бөлмелер дайын суреті тұрады. Сіздер өздеріңіздің тақырыптарыңызға, тапсырмаларыңызға байланысты осы бөлмелерді таңдасаңыздар болады. Яғни мына жерде мен зеленая комната бөлмесін таңдаймын. Бұл жерде бөлмеде 3 саны тұр. Бұл 3 саны нені білдіреді? Яғни бұл 3 саны 3 түрлі тапсырма жасауға болады деген мағынаны білдіреді. Мен осыны басып, далее батырмасын басамын. Яғни сіз бұл ойынға алдын ала бір тақырып қоюларыңыз керек. Мен мысалы ретінде кім тапқыр деп тақырыпты қоямын. Описаниясына сіздер өздеріңіз суретті тап немесе сұрақтарға жауап бер деген сияқты жазып қоюларыңыз керек. Сұрақтарға жауап бер. Мысалы ретінде айтып жатырмын. Төмен қарай түссеңіздер, осы 3 тапсырмалы вариантты қойып қояды. Мен бірінші вариантты толтыруым керек. Мына жерде өздеріңіз таңдайсыздар. Сұрақтың бір жауабы болады, немесе бірнеше жауабы болады деген сияқты. Дауысты, дыбысты, тап. Яғни мен осы жерге өзімнің дұрыс немесе бұрыс варианттарымды жазып қоюым қажет. Сіздер ең алдымен ұмытып кетпеңіздер дұрыс вариантты белгілеуді. Мен белгіледім, бірінші сұрағым дайын болды. Екінші тапсырманы да дәл осылай жалғастырып жасасаңыздар болады. Міне мен 3 вариантты да дәл осылай толтырып шықтым. Егер сіздер өздеріңіздің тапсырмаларыңызға сурет арқылы жасағылар файл деген батырманы бассаңыздар, өздеріңіздің дайындап қойған суреттеріңізді қойсаңыздар болады. Яғни маған бұл сурет керек емес. Менде 3 тапсырмада бірдей дайын болды. Міне жауаптарында белгілеп қойдым. Әрқайсысының мынау бірінші тапсырмам, мынау екінші тапсырмам, мынау үшінші тапсырмам деген сияқты далее батырмасын басамыз. Далее батырмасын басқаннан кейін бізде настройкасын дұрыстау керек. Яғни сіз біріншісінде тұр сұрақтарды араластырғыңыз келсе, осылай қосып қойсаңыз болады. Сұрақтардың басында, яғни сіз тақырыбыңызды таныстырғыңыз келсе, қосып қойсаңыз болады. Яғни бүкіл тапсырма орындалып болғаннан кейін дұрыс немесе дұрыс емес сияқты балалар білгісі келсе, қызық ретінде есік ашылсын деген сияқты, немесе есік ашылмасын деген сияқты. Яғни мен есіктің ашылғанын қалап тұрмын, балаларға қызық болу үшін. Төмен қарай түссек, балалардың статистикасын жинағыларыңыз келсе, статистика жинау батырмасын басып қоямыз. Төмен қарай түссек, балалардың данныйын қосып қойғыларыңыз келсе, оны да қосуға болады. Бала, яғни тапсырманы орындайтын кезде ең бірінші фамилиясын, аты жөнін жазып, сол ойынға кіретін болады. Енді бізде 4-ші шаг мынандай терезе ашылады. Осы терезенің көмегімен біз балаларға
тапсырманы бере аламыз. Яғни мына жерде бізде номер жазылып тұр 100.302.588 деген бізде бұл код. Осы кодты балаларға береміз. Осы кодты берсек, біздің дайындаған тапсырмамыз шығатын болады. Егер балалар сотка арқылы кіргісі келетін болса, прямой ссылканы берсек болады. Прямой мені оқушы ретінде тапсырманы орындап көрсетейін. Мен ссылканы басамын, кіремін, мені бізде тапсырма ашылды. Тапсырманың мына жерге фамилияңды жаз деп тұр. Міне мен оқушы ретінде атымды және фамилиямды жаздым. Бастаймыз. Бастау батырмасына бастаймыз. Міне мында жазылып тұр, сұрақтарға жауап бер. Бастаймыз. Яғни мына бөлменің ішінде әртүрлі заттар берілген. Сол заттарды басу арқылы біз тапсырманы іздеуіміз керек. Яғни тапсырма мына кітаптың арасында жасырылған екен. Дауысты дыбысты табамыз. Міне дұрыс вариантты басып, готов батырмасын басамыз. Яғни бізде құлып бізде құлтанып тұр. Осы құлыпқа біз жаңағы заттарды табуымыз керек. Кез келген бір затты басу арқылы біз заттарды жинауымыз керек екен. Міне мына жерде пульт алынды, және де суды алдық. Су алынды. Яғни осы құлыптың ішіне кіріп, міне пульт батырмасын басамыз. Пульт батырмасын басып, мында шығарамыз. Яғни пульт немен жұмыс жасайды? Телевизорды қосамыз. Яғни екінші тапсырмамыз телевизорде жасырынып тұр екен. Дауыссыз дыбысты тап дейді. Дауыссыз дыбыс бізде Ж дыбысы. Ж дыбысын белгілейміз. Келесі үшінші сұрағымыз, соңғы тапсырмамызды орындау үшін бізге су қажет. Суды басып, мында шәйнекке құямыз. Шәйнегіміз толды. Оны қайнатуымыз керек. Міне қайнады. Қайнағаннан кейін ол буы арқылы үшінші тапсырмамызды қайда тұрғанын көрсетті. Абай Құнанбаев кім? Ақын, сазгер, күйші или әнші деген сияқты. Міне дұрыс жауап. Ақын батырмасын дұрыс жауабын белгілейміз. Готов. Енді біз 3 тапсырманы орындап біттік. 3 тапсырманы орындап болды. Яғни болғаннан кейін біз есігіміз ашылама. Ашылды, дұрыс. Біз барлық тапсырманы дұрыс орындадық. Сол себепті біздің есігіміз ашылды. Дәл осындай бағдарламамен, сайтпен танысқыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ұстаз Тайм каналы. Рахмет назарларыңызға.